Балалық кезінен ақ пайғамбар болған пайғамбарларды ата. Олар Юсуф, Иса және Яхия алейхимуссалам. Аллах тағала Юсуф туралы былай деді: "Фаламма дахабу бихи ва ажмау ан яджалуху фи гhayabatil jubbi ва аухайна илейхи латунаббианнахум би амрихим хада ва хум ла яшурун." Сонда олар бауырлары оны Юсуфты алып кетіп, барлығы оны құдықтың түбіне тастауға бірлескенде, біз оған: "Туыстарың сені танымаған сәтте, сен әлбетте оларға осы істерінің хабарын бересің" деп уахи еттік. Юсуф сүресі 15 аят. Бұл оқиға Юсуф бала кезінде орын алған болатын. Иса алейхиссалам туралы Аллах тағала былай деді: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. Ол Мариям оған Исаға нұсқады. Сонда олар: "Біз бесіктегі сәбимен қалай сөйлеспекпіз?" деді. Ол: "Расында мен Аллахтың құлымын. Ол маған кітап берді әрі мені пайғамбар етті" деді. Мариям сүресі 29-30 аяттар. Яхия алейхиссалам туралы Аллах тағала былай деді: "Я Яхия худил китаба би қуввати ва атайнахул хукма сабия." Ей Яхия, кітапты мықтап ұста деп сәбилігінде ақ даналық берген едік. Мариям сүресі